Biz үйге келдік. Орыс тілінен 5 алдым, бірақ мен оны әлі мама айтпадым. Қазір реакциясын көреміз. Мен бір нәрсесі реакциясын көремін. Короче, мен бүгін дым сеспедім, яғни мектептен келдім. Мойныма шарф тақтым сол күйе, сосын шуба кидім сыртынан. Дым ыстықтамадым, ыстық себебім даже. То есть соқта ыстықтадым, бірақ қараңдар. Вот шалбардың ішінен гамаштың ішінен колготки. 3 қабат киіп алған колготки. Сосын ішінен бірінші не бар? Рубашка бар, рубашканың ішінен майка бар. Майканың сыртынан смайл бар. Енді біз өзіміздің үй киімдерімізді киеміз. Біздің үй қыс болды, яғни біз 4-ші этажда тұрамыз. Соның өзінде де біздің үй салқын, сол себепті біз қазір осындай футболка киеміз, сыртынан жемпір киеміз, яғни мынандай түкке саламыз, сосын шалбар киеміз. Сосын аяғымызға обязательно носки киеміз, бірақ мен носкиді дым кимеймін. Короче, мен қазір сабақты оқимын ба, оқымаймын ба, қазір көреміз. Қазір мен сабағымды оқимын, сосын амазды мозаиканы бітіріп тастаймын. Что говорит? А, то уже 10 күн болды. И, кстати, достар, мен сіздерге көрсетім ба білмеймін. Короче, мынандай қып істепсам, мен амазды мозаиканы перед кадром, яғни кадры болмай тұрып видеоны қотпайды. Вот, мындай қып істепсам, мына елін қайтыстағанымда уже видеоға түсірдім, бірақ мына елді істегенді видеоға түсірмеген. Вот, солай. Мына уже қатты әдем болды. Вот мына скрипті. Мен істеген кезде полностью болады ғой, толық болады ғой, сол кезде обещаю бетіп жасам деп тұрмын ғой. Мына беті күшті ше. Біреу түсіп кетті. Вот қараңдар. Мына ер түсіп кетті. Бүгін Көкембекті атымен елей, оның орнына біз 5 сабақтан шығып кеттік. 5 сабақтан шығып кеттік. Вот, солай мен қазір киінемін. Қараңдар, сендерге көрсетем. 1, 2, 3. Сіздерге сәлем, достар. Бүгін бізде влог болады. Яғни бүгін бізде бірінші күн. Яғни бірінші күннің соңғы кестері. Ал ертең екінші күн. Сол екінші күні терезеден қараған кезде қар бар, бірақ қатты көрінбейді. Сол себепті сабаққа шыққан кезде мен немесе магазинге анау-мынауға барған кезде соны Қызылордада қардың қандай болып жатқанын сіздерге көрсететін боламын. Кстати, мен Твиттеріме мән бермен демей оқым кеп тұр. Зорға дегенде сабақ орындап отырмын, бірақ мен деген сабақтарды негізі воскресеньеде орындап тастадым, бірақ бүгін бірінші күн болған соң орындауды ұмытып кетпен әдейі орындамадым. Короче, мен аяқтап отырмын. Бізге би болады деген апай біз мынандай зат тап қойғанбыз ғой. Соны не істеймін деп отырмын. Либо сабақ оқимын деп па. Маған жараспайтын olur. Кстати, мен чокым қараңдар. Көріп жүрген шығарсыңдар видеода. Ұстадым, мұнай әдем келетін чокым. Мынандай бәрін вот кімге батыр. Мен ішім пысты, бір нәрсені білдіргім кеп тұр. Мен тырнақ бояйыншы. Короче, вот мен тырнақтарым. Мен ана саусақтың тырнағын алмаймын. Білмеймін неге екенін өзіме ұнайды сосын. Барлық тырнағым саусақтарым, бірақ мен по-любому алмаймын. Ал біз қазір сабаққа келетін болсақ, уже мен English Excel'ді орындап тастадым. Және де бізге онлайн сабақ болғанның арқасында бізге көп сабақтардан дым бермеді десем де болады.
Тағы да всем привет, достар. Бүгін біз далаға шығып бара жатырмыз, магазинге бара жатырмыз. Біз 4-ші этажда тұрамыз, сол себепті этажға түсеміз. Қараңдар, түрін көріп тұрсам ентігін. Кстати, достар, біз Қызылордада бірінші рет қалып, үшінші рет кейін қар жауды. Шынымыз аяқ қойды. Ой, қардың қараңдаршы, Қызылорданың не қарын ал енді. Қар дегенге сеуге деген еді ғой. Солай осы жақпен кетіп бара жатырмын магазинге. Біздің папамыз жайына. Мына жақта біздің папа машинасына кстати, осы тұр екенмін. Магазинге барып кетейін яғни. Мен сабаққа барамыз, сол себепті шашымды ернін қатты оймайын. Қытай бүйтіп қазір көрсетемін. Так, вот мен бүйтіп мынандағы биік точка қоямын да, соны растушыға теземін, сосын болады. Тем более қатты қызыл болып жібереді, сол себепті. Менде баяғыда темір бар тұғын, оны сатып жібердім. Ол біз мынаны осы помадама тинт бар, короче, осыны ақшалардың жанына қоямыз. Мынау 1 минутта, короче, магазинға барасыңдар, осы миллионнан 1 минутқа қоясыңдар да, сол тележканы алғасыңдар, кім 1 минутта көрсетеді, сол жібереді. Өзі банкрот боламыз ғой. Уже біз маршруттан түстік, яғни бізде сабақ бітті көріп тұрғандарыңыздай. Мен сабақ уақытын сұрамадым, потому что болмайды ғой түсіруге. Сосын бізде телефонымызды жинап алады. Соған орай мен телефонымды өткізіп, видеоны түсірамадым. Бірақ та мен өзім қалай видеоны түсіруге тырысам, солай тырысам, короче. Мен ана астыңға қарасы әдем болып тұр екен да, мына айды. Менің телефоным S22 емес, бірақ нормально көрінді деп ойлаймын енді. Мен уже үйге келдім, яғни мен қазір тамақ ішейін деп жатырмын, бірақ мен тамақ палау, яғни мына тамақ. Осы тамақ мен ол тамақты ішпеймін, сол себепті мен қазір мандарин. Ерше сосын қатықпа бір нәрсе шығам. Ал сендер менің видеомды көріп отыра бермей, арнама тіркеліп лайк басып кетіңдер. Тіркелмейтін болсаңдар, көрмей қойыңдар. Хотя бы тіркелмейтін болсаңдар да лайк басып кетсеңдер де болады.